Жасалуы оңай, дәмі тіл үйіретін, керемет болып шығатын торттардың бірі банофи тортын бірге дайындайық. Видеоны өткізбей соңына дейін көріңіздер. Бір жасағаннан шығады, кез келген адамның жүрегін жаулайтын керемет торттардың бірі, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал ендеше біз бастайық. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған сары майдың үстіне сахарный пудрамызды қосып алдық. Және жұмыртқаның тек сары уызын қосып, бір-бірімен жақсылап араластырып, дәл осындай масса бізде пайда болады. Осының үстіне енді біз ұн қосып аламыз. Ұнды електен өткізіп, қамыр қопсытқыш екеуін араластырып қосатын боламыз. Бізде жұмсақ қамыр иленіп шығу қажет. Бұл тестаны холодильникке қойып тұндырудың қажеті жоқ. Сразу қолдана берсеңіздер де жарайды. Құрамын, грамын, мөлшерін барлығын описание бөлімінде қалдырдым. Сол жерден көре аласыздар. Менің каналымнан басқа да рецепттердің видеоларын көре аласыздар. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізде осындай жұмсақ песочный тесто шығу қажет. Осы тестаны енді сразу қолдануға болады. Арнайы формамызды алып, дәл соған барлық шетін бірдей етіп орналастырып аламыз. Вилканың көмегімен осылай істеп шықсаңыздар болады. Сонда тесто қатты көтеріліп кетпейді. Және жанында вилкамен итерсеңіздер болады. Бұл жерде көлемі 26 сантиметрлік табаны қолдандым. 150 градусқа пешті қыздырып, 10 минут көлемінде тестамызды қызартып пісіріп аламыз. Және оны салқындатып, үстіне вареный сгущенканы жағып шығатын боламыз. Мен үнемі барлық пирогтарға осы вареный сгущенканы қолданамын. Бұл формасын әдемі ұстайды және қою. Сіздерге де кеңес беремін. Бізге көп қажет емес, 100 грамдай болса, соның өзі жеткілікті. Егер сгущенкаларыңыз қатты қою болса, микроволновкаға ертіп алсаңыздар болады. Барлық шетіне бірдей етіп жағып шықтым. 2 банан қолдансаңыздар болады. Мен бір үлкен бананды дәл осылай қиғаштап кесіп, жаңағы тортымыздың бетіне қойып шығатын боламын. Сгущенканың үстіне осылай тізіп қойып шығасыздар. Бананның орнына басқа фрукты қолдансаңыздар да болады. Бірақ бананмен де өте дәмді болып шығады. Бананды толық қойып шыққаннан соң, келесі кезекте біз кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге творожный сыр және сливки, құмшекердің орнына мен сахарный пудра қолданамын. 200 грамм творожный сырға 50 граммдай сахарный пудрамызды салып, ең бірінші творожный сырды кішкене ертіп аламыз. Творожный сыр мен сливки міндетті түрде салқын болуы қажет. Сол кезде крем формасын әдемі ұстайды. Кішкене ғана езіп, үстінен сливкиді құятын боламыз. Мен 33%-дан жоғары сливкилерді қолданамын. Сіздерге де кеңес беремін. Тағы да ескеретін жайт, қалған сливки, творожный сырларды морозильникке сақтауға болмайды. Бетін жақсылап жауып, холодильникке сақтасаңыздар, ұзаққа жарайды. Енді крем өз формасын ұстағанша, примерно 2-3 минут көлемінде миксермен айналдыратын боламыз. Ұзақ уақыт миксермен айналдырмаңыздар, әйтпесе сливки еріп кетуі мүмкін. Крем өз формасын ұстағанша айналдырыңыздар. Кез келген тортқа осы кремді қолдансаңыздар, торттарыңыз әдемі болып шығады. Енді осындай арнайы формамызға кремімізді салып, торттың бетіне қалауларыңыз бойынша құйып шықсаңыздар болады. Уақыт аз кезде осы тортты жасасаңыздар болады. Жылдам әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Торттың бетіне кремді толық жағып болған соң, бетіне осындай какаодан кішкене септім. Бұл міндетті емес, қалауларыңыз бойынша сепсеңіздер де болады, сеппесеңіздер де болады. Сәндеу барысында сепсеңіздер негізінде әдемі вид беріп тұрады. Холодильникке 2-3 сағат қойып кессеңіздер болады. Бізде дәл осындай торт шықты.
видео ұнаса каналға жазылып лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.